Ассалаумалейкум достар. Бүгін біздің студияда қазақстандық Артур Гатти, Жуман Жұмабеков бауырым. Қош келдің. Алейкум ассалам. Қалайсың? Жақсы, Аллаға шүкір, бар аман есен. Кеп қалдық. Соғыстан кейін. Неше раунд болды бой? 5 раунд болды. 3 минуттан да? 2 минуттан. 2 минуттан да? 2 минуттан 5 раунд, 10 минутта. Масқара бой болды енді, жас баламен. Ешіне сынған жоқ па? Жоқ, ондай ауыр травма ештеңе жоқ, тек қана гематома. Бара-бара бет нәзік болып бардыр, сол үшін жарысып кеткен. Екінші раундта уылға келем, жаңағыдай қан толып қалды, мұрнымды сіңгірген кезде. Сол көзім асысып кетті ғой. Енді солай нормально қазір. Қай жылғы ола ана қарсыласың? 23-те ғой. 23-те, почти 11 жыл кіші ең сенен. Мен 34-те, 11 жас. Бәсе кеше сен жасыңды 34-те десен подкастта отырып. 32 деп айтты, мен 34-тем ғой. 34, мен былай санаватым, 32 емес деп атым да. Иә, керемет жекпе-жек, енді бәріміз көрдік, көретіндей жекпе-жек. Жалпы енді бірақ сенің жекпе-жектерің бәрі осы ғой. Соңғы мына осының алдында кім болды? Бразилец болды, Вандерлей. Иә, оның алдында кореец. Оның алдында кореец болды. Оның алдында. В общем, сондай ойлар болды. Отар болды. Оның алдында. Наби болды. Наби одан кейін болды ғой, ол хардкорда. Жоқ, ол хардкорда болды. Иә. Бұл жерде біраз негізі Найза лигасында өңшең. Или пал, или пропал. Иә, Найза лигасында өңшең ауыр жекпе-жектердің бәрі сол жерде болды. Отарда сол көзің астын сындырып жіберді бірінші раундтың соңында. Анау бір момент болды, артқа қарай екінші нөмір жұмыс істеген кезде, сол кезде екі отар маған қарай келеді өйтіп. Двойник болып кетті, сол кезде астын сындырып жүрген, ұрған кезде апперкот қолдың іші кіріп прям сездім. Екінші раундта барып шыққан кезде басында чөтпейді, ойнап жүрді, одан қайтып қалпына келді, сонымен табит еттім ғой, уақыттан бұрын бітіру керек болды. Мен шынымен айтайын, Жұман, осы күнге дейін кулачка деген қараған жоқпын, сен үшін қарадым. Қарағанда былай енді көріп жүрмін ғой, біреуді құлатады, бүйтеді, сөйтеді, бірақ дегенмен жаңа нақты ережесіне тағы да басқа жаңағы қатты не істеген жоқпын, ойланған жоқпын. Ережесін айтып берші маған. Бокстық сияқты ережесі. Бокстың ережесімен есептеледі. Күрес жоқ. Күрес жоқ, тек қана ұрып стойкада төбелесеміз болды. Стойкада төбелесесің. Иә, бокстың ережесімен. Кейбір кезде аяққа өтіп кетіп жатады біреулер. Енді мүмкін ол жерде бір борецтер болып қалмаса, жаңағыдай кішкене. Сол кезде тоқтатып тастайды, иә? Сол кезде тоқтатып тастайды, ауыз ескерту береді, екінші рет тағы қайталанса, карточкасы. Нокдаунтың кезінде отчет жүре ме? Отчет жүреді бокстағыдай 10 секунд. Төреш санайды. Егер бір раундта мысалы 3 рет құлайтын болсаң, төреш тоқтатып тастайды болды. Егер сенің жекпе-жегің оралатын болса, қана бірінші раундта сен аяқ жағында кішкене сүрініп тигендей болды, жақсы тигендей. Жоқ, тиді, көрмей қалдым. Мен негізі углда тұрып өзім екінші нөмір болып шақырып, айдос ашылған кезде сол қолмен оң қолмен жақсы шайқап алдым. Бірақ енді жағыда бетон екен айдостың, әңгіме жоқ. Сол кезде кішкене расслабон ұстап қалдым ғой мен. Алдың қолмен алдап, оң қол көрмей қалдым. Гонг болған кезде удар өткізіп алдым да. Дәл гонгтың кезінде. Гонг болды, удар өткіздім мен. Шөт ашты, мен бірақ есім бәрін біліп тұрдым ғой, сөзін шыны керек. Ал жаңа екінші айтып отыр ғой, жаңа обсуждение болып жатыр, жаңа Арман Мисатай бауырымыз Арман айтып жатыр, екінші нокдаун болған жоқ ол жерде. Мен ұрған кезде былай өтіп кетті да, айналып кеттім. Ол кезде мен бәрін сол раундтағы басындағы ғой. Иә, соны айтып жатыр ғой, екі нокдаун болды. Иә, екі нокдаун, ол жерде нокдаун болған жоқ. Иә. Менде де басында нокдаун ойладым да, артынан қараған кезде сен сүрініп қалған. Иә, сүрім айналып кеттім ударымнан. Онда ешқандай нокдаун болған жоқ ол жерде. Ал кім дауласып жатыр ма? Иә, дауласып жатыр да мұнда. Арман бауырымыз өзіміздің. Сол айтып жатыр Арманға. Исатай Арман ба? Иә, сол Арманға айтайын деген ғой, бауырым ол жерде нокдаун болған жоқ, бірақ соңында он жегіче мойындаймын, оң қолын өткізіп алдым. Жақсы айта берсін олардың әңгімелер, жұмыстары. Соны айтып жатқам ғой Арманға тоже. Айдос қай жақтың баласы? Сарыағаштың баласы, Шымкенттікі. Жерлесің. Екі Шымкенттің қырылдық қой. Енді спорт қой мұнда, шын мықты. Негізінде ударкадан әлем чемпионаты болатын болса, мына кулачкадан Қазақстан жаулайтын сияқты, оны кеше РСС-ге 6 ма 7 бала барып қопарып келді. Бәрі қопарып келді, мықты біздің қазақтар. Көп адамдар кулачкадан. Айдостың нәтижесі туралы оралайықшы. Боксер ғой да? Мастер спорт. Спорт шебері ма? Спорт шебері бокс. Қазақстан ұтып алды ма? Спорт шебері Қазақстан, бірақ Қазақстан или халықаралық? Бокстан, мүмкін сондай мастерский турнир өткен шығар мүмкін. Или халықаралық турнир өтті.
Бокстан спортшы берді деген. Мен Нұрбек аға, мен мына жерде айтатын мәселе, мен мақтанғаным емес, ол мойындау керек. Ең бірінші кулачкадан шыққаным чемпион Европа болды. Бокстан. Оны досрочно ұтып алдым. Наматта. Альберт Родионов деген. Россиянікі? Россиянікі Европа чемпионы. Қайтыс болып кетті, оны иманды болсын кез. Екінші шыққаным Өзбекстан чемпионы бокстан. Оны ұтып алдым. Үшінші шыққаным Иса Пелембенко. Россиядан келді, оны ұтып алдым. Енді төртінші осы ең қиын болған мен үшін осы Айдос болып тұр ғой, сөздің шынында керек. Жоқ, хардкорда сен біреуді құлап тастадың ғой. Ол кім ғой? Чоршанбай қол. Ол боксер емес. Ол боксер емес. Ударник шығар мүмкін, бірақ ол ММА-дан төбелесті ол кезде. Енді ол удар ММА болды ма? Ол ММА болды ол жерде. Бірақ енді осы жерде сол Айдос спортшы берді дейсің. Айдос, спортшы берден жоғары балдармен ұқсас. Сондай балдар болды. Мен әрқашан айтамын ғой, шыққан кезде қазақша күрес, бокс. Мама не алды дейді? Мама шыны керек бұл жол қиналды ма? Қиналғанда қуаныштан жылап жіберді. Мені қой демей ма саған? Енді кейде әңгіме болады, айтыр, бала тәрбиелесің ау, немесе қоясың ау деген сияқты. Мама енді алға қойған мақсатым бар ғой, мамада тілекші. Бірақ кеше кішкене жылап алды, жекпе-жектен кейін түрімді көріп звондадым ғой сразу. Бәріміз жылап алдық. Мамаша жылап үйде күтті. Мен больницадан кейін, неден кейін больницаға барып, өзім үшін тексеріп алдым. Онда ауыр ештеңе жоқ, Аллаға шүкір. Тек гематома, сосын үйге бардым, Құдайға шүкір бәрі жақсы, ойдағыдай. Мына 5 раунд бойы сен кәдімгі есің білесің, жақсы көріп тұрсың да? Иә. Соңына дейін да? Иә. Ал бірінші раундта сол удардың тигенде жақсы болды. Оят жіберді ма? Кішкене мен оятып алды да. Екінші раунд қосыла бастадым. Бірақ мен енді Айдостың олардың планы бойынша негізі олар мені ойлады досрочно етеміз деп. Бар күшін салды ғой негізі Айдос 1-2-ке. 3-ке салам, Айдостың көзінде от жоқ, мен көрініп тұрмын. Бұған дейін қарсыластарым бәрі мен сияқты отпор бермеген оған. Ол чисто сол өзінің мінезімен, ударларымен сындырып тастады қарсыласым бәрін. Ал мына жерде бірінші рет кездесіп тұр ғой осындай кішкентай. Екеуің жекпе-жектен кейін тұрған кезде бір-бірінен тақалып тұрсыңдар ғой енді. Сәл-пәл сенен бой ұзын екенін көрдім да? Иә, ұзындау. Иықтарды, қолдары да ұзын, иә. Бірақ ол салмақ қудыңдар екеуің де. Иә, мен қудым салмақты. Ол бірақ айтты көп қумаймын деп. Қанша болды? Ол көп қумаймын деді, где-то бір 67-68-ден қолаймын деді ғой. Мен қаншаға тірелдіңдер сонымен? 63-ке тірелдік қой. Екеуің де 63 жасадың. Иә. 63-ке. Ол жерде де бірақ салмақтар ММА сияқты жүріп тұр ғой да? Иә, 61, 200 көрсету керекпіз негізі. Бірақ екеуміз келістік осылай. Өйткені мен хардкорда төбелесім керек болды. Хардкорда отказ болды да, 2 күн Москвада жаттым, обратно ұшып келдім. Мұхамеджанмен хабарласып, осы жекпе-жек қабылдадым ғой. Мұхамеджан өзі айтып жүрген алдымда. Кішкене салмақ қуатын уақытта болмады, сол үшін екеуміз сөйлесіп осылай келісіп алдық. Енді ММА ма или кулачка ма сен үшін? ММА-де мынандай жарақат алмайтын сияқтысың ғой? Иә, ММА-де жоқ, былай енді көбінде шанс, бірақ енді сен істелемен, бірақ в любом случае андады көз по-любому. Енді өзіме ұнайтын осы кулачка ғой негізі. Бокс. Иә, бокс. Бірақ мен білмеймін, енді өзім бұрын күресетім, бұған дейін бойларым күресіп, айтыр, бұрын бойларым қарасаңыз Нұрбек білесіз қайтыр. Базам күресіп болғаннан кейін күресіп қалқандырып, таңда әрекет етушім. Қайтып Сағатбек ағаның қолына келгеннен бастап күресті ұмыта бастадым ғой, сөздің шыны керек, увлечение боксқа болып кетті. Енді қазіргі таңда осы, мен білмеймін, енді бір қалып зрелище көрсету, айтыр. Осын мен осындай жолмен өту ғой, неге сөздің шыны керек іште. Баяда 2012 жылы екеуміз әлем чемпионатына болдық, білесің бе? Польшада. Сонда сен борец бала бола тұра, бәрімен бокстасып жүрдің. Сол кезде ойлайтын едім. Сосын сен найза бірге келген кезде 13 жыл Ақтауда. Ол жерде де сенде нокаут шықты, дұрыс па? Иә. Қолмен ұрдың нокаут. Содан кейін мен ойладым, сен боксер шығарсың деп базалық. Жоқ, бәрі сөйтіп айтады. Басынан бастап күрес екен ғой да? Күрес, мен қазақша күрес. Одан кейін жүзінде күрестім. 24-23 жасымда ма Сағатбек ағаның қолына келдім ма? Бокс бастадым. Келін бала не дейді? Келін бала не дейді? Мамамен бірге жылап алды. Енді Аллаға шүкір жоқ қой, танымай болған жоқ. Аллаға шүкір, қолдау жақсы ғой келін балаңыздан. Сол кісілердің қолдауымен айтыр. Баталармен жүріп жатырмыз, Аллаға шүкір. Егер ондай өзімнің жақындарымнан қолдау болмаса, шыны керек бұндай белестерді бағындыру өте қиын. Сөйтіп 5 раунд қырылдық. Негізі көбісі айтады, бұл жерде Айдос екеуміздің
жүрегіміздің арқасында осындай жекпе-жек сыйлап отырмыз ғой, негізі мінездің характеріміз арқамызда. Егер ондай нәрсе болмаса, мүмкін ол немесе мен сынып қалушы едім сол жерде. Бірақ көрдім да, ол жекпе-жек алдында мен ойладым, көбісі айтты, жас бала ғой. Маған олардың керісінше жігер берді, жас бала ғой, сен кәрісің деген сияқты комментарий керемін. Бәрібір оқпаймын сөзін шыны керек, ол мойындаймын. Мен де пендемін. Ол дәлелдеу керек болды да, маған олардың өзі жігер берді сөзін шыны керек. Мен әлі жоқ деген сылтау айтпауым керек. Мен шықтым, ауыр жекпе-жекке настрой ұстадым. Түбі осында ауыр жекпе-жек болды, сөзін шыны керек болды. Екеуміз де ортада тұрып қырылдық. Ол да артқа айтқысы келмеді, мен де артқа айтқысы келмеді. Енді нәтижесі осылай болды, шүкір әйтеуір. Жекпе-жектен кейін сен жаңа өзің интервьюіңде осы жеңістің өзіңе маңызы зор екенін білдірттің да? Әкең туралы айттың үйдегі. Енді мәселе жаңағы промоушнда емес, мәселе сол сәтте да? Сол сәтте ғой. Көптен күткен бір жеңіс болды дейсің ғой да? Қаншама еңбек еттім. Мен залдан шықпаймын ғой, не сөзін шыны керек. Мен миымда сондай нәрсе қалыптасқан, сен еңбек етпесең, жатып қалсаң, менің болашақ қарсыластарым сенен екі есе еңбек етіп жатыр деген осындай мақсат қойғамды алға мен. Мысалы, үйде келіншегім жұмыс істейді, неде зал арендовать етеді, мамаша жұмысқа кетеді, азында апарып тастаймын, обедте алып келемін. Олар жұмыста жүргенде мен үшін үйде жатам деген мақсат қой, сөзін шыны керек. Мен де залға кетемін, обедте келем, мамашаны алып келем, кешке қайтып залға кетем, сол сияқты еңбек етіп жүрмін. Әйтеуір еңбектің арқасында осындай жетістіктерге жетіп отырмыз. Білмеймін, ондай нәрсе болмаса, үйде жатып алып әрекет етпей бұндай. Енді бір шамамен қанша уақыт бокс жасағам төлесем деп ойлаймын. Енді бәрі бір 2 жыл шығар ары кетсе. Енді 2 жылда бір жылда бір жекпе-жек па, 2 жекпе-жек? 2 жекпе-жек қой. 4 жекпе-жек, осындай жекпе-жектер көрсеткім келеді. Бұйырса. Соң екеуі құдай қаласа ММА-ден? ММА-ден жұлдыздардың арасында, дұрыс па? Әрине. Қазіргі жастар емес. Енді мен сенің матчмейкингіңе өзім кірсем? Иншалла, Нұрбек аға, дұрыс айтасың. Потому что сен берген бәрін қабылдап отырсың. Шын айтсам, кеше Алидар ағаң Алидар Болатұлымен де сөйлесіп жатқан кезде, о да Нұрбек, мен андай жекпе-жектен кейін ұйықталмадым дейді. Сен жекпе-жекіңді көріп. Шынымен қиналып айтып жатыр маған. Мына баламен сөйлесу керек еді, бірдеме қоям екен, қалай мен айттым уже дедім. Алидар аға көрген сайын айтады ғой, сен жекпе-жегін көре алмаймын деп, жүрегім ауырады деп. Сондықтан байқап істеші, аккуратно істеші деп. Сондықтан енді құдай қаласа жақсы бір 2-3 жекпе-жегіңді біздер алсақ, ар жақтан бір жекпе-жек болса, сонымен бітіп қалатын уақытта келіп қалады екен ғой. Білмеймін, енді өзіңіз білесіз, Нұрбек аға, тастап кету өте қиын ғой, негізі өзің жақсы көріп жасайтын дүниеңді, сол үшін өте ауыр болады. Жоқ, бүйтіп төлесуге болады, анда-санда да. Жоқ, түсініп тұрмын ғой, жоқ. Жақын арада болып тұр ғой. Соның бәрін ойласам деймін да, негізі түбін ойласам, қиын болатын сияқты, маған сразу тастап кету. Сол секілді анам да айтады. Бір жылда бір рет хотя бы. Иншалла, Алла бұйыртса. Бір жылда бір рет бүйтіп төлесіп алуға болады енді. Жаңа, оны қайда да таяжым, спаррингте де. Маған бір ветеранский бойлар керек енді. Сол ветеранский бой жасап беремін. Ветеранский бойларға шықсам, әдемі болады. Көп қой біздің Бестеда мысалы. Найзада сен уже Қазақстанда мықты жұлдыздардың бірісің, құдай қаласа, енді карттың басында тұратын жекпе-жек қой, енді бұйыртса Алла. Алла бұйыртса иншалла. Белбеу қалай? Белбеу жақсы. Екінші белбеу. Белбеу жақсы, Аллаға шүкір. Білмеймін, енді оң нәрсеге отқан жоқ. Ана найзаның белбеуінен таласқан кезде бірінші раундта сол бірінші минутында өзім ұйықтап қала жаздап, әйтеуір нокаутпен ұттым. Әлі шейін есімде солай келген белбеу. Екінші белбеу мынандай жекпе-жектен келіп отыр, әйтеуір Аллаға шүкір, жаман емес. Әйтеуір бұның өзі де кішкене жігер береді адамға. Үйленгеніңе жарты жыл өтті ғой? Жарты жылдан аса уақыт өтті. Кішкентай күтіп отырсың ба? Алла бұйыртса, иншаллах. Биыл жазда Ақтауға барасың ғой? Барамын, міндетті түрде. Жарыстарымыз бар, одан жаңағы екеуміздің шарауымыз бар, одан үстіне қоса жаңа көрімдік ретінде мен саған бір айғыр сыйлаймын Құдай қаласа. Иншалла. Так что Ақтауға дайындал, енді күзге дейін жекпе-жек жасама құрсын. Жасамам, дайындаламын. Керек емес. Демал иншалла. Анда барамыз, Ақтауға суға түсеміз, сондықтан ақтаудікілер егер Жұманның келген қалап отқан болсаңдар, астында пікірлеріңізді жазып қойыңыздар.
Жуман келет жазда, Құдай қаласа. 3 турнирдің бәріне барасың ғой? Бұйырса обязательно. Жұмысқа комментатор болып. Ведущий бол, ведущий. Жорогын. UFC-де Жорогын болса бізде Жуман. Бизнес сегодня – это напряженные звонки, документы, отчеты и бесконечные встречи. Хватит тонуть в рутине и постоянном контроле. Доброе утро, коллеги. Давайте. Дарлин – решение всех ваших забот в одном месте. От документа оборота до заключения миллионных контрактов. Дарлин – это твой цифровой офис. Управляй бизнесом из любой точки мира. Достар, біздің ұжымымыз бұл жерде енді түні күні ұйықтамай жұмысын жасап келатыр. Оның мен соны көре отырып, сіздерден бір нәрсе сұрағымыз келеді. Мына видеоларды көре тұра, сіздер көптеген көрсетілім бересіңдер, бірақ кейбірлердің жазылмай қаласыңдар және пікірлердің жазбай қаласыңдар. Сіздерден сұрайтынымыз, жазылыңыздар, мына қоңыраушаны басып қойыңыздар және де пікірлеріңізді жазып отырыңыздар. Біздер үшін ол өте керек нәрсе. Сондықтан күтеміз. Кішкентайға Құдай қаласа бір уақыт, бір 3-4 ай қалды дейсің ғой, да? Иншалла. Алла бұйырса, бәрібір Аллахтың қолында ғой, әйтеуір үміттеніп жүрміз. Болды. Ниет етіп, бұйырса. Әрекет бар, әйтеуір иншалла көреміз. Анаңа да немере сүйгізу керек. Әрине. Иә. Енді бар арманым осы ғой. Бақыт қой. Бар арманым осы, әйтеуір. Ол кісі де айтады, басында жүрген үйленсең, немерең сүйсем, Аралтікін көрдім дейді, ағамдікін көрдім дейді. Енді мен қалдым ғой, енді менен кейінім бар, енді Алла берді, сол әрқашан айтып жүреді осындай деп. Енді иншалла бір Алланың қолында ғой, көреміз. Ниет етіп отырмыз ғой, әйтеуір. ММА-де қандай аттар бар сені қызықтырып жүрген? ММА-да ма? Иә. Тайсон біреу, иә? Иә, Тайсон білген осы. Білмеймін, Тайсонды қатты құрметтеймін бар ғой, Нұрбек аға, бірақ бой берсеңіздер бар ғой, жасауға тырысам. Масқара бой болады. Алла нәсіп етсе. Жылдың соңында, да? Тайсонда еркек бала ғой, негізі красавчик. Жақсы, иә? Қарапайым бала, оның өмірлік ұстанымы, өзінің қарапайымдылығы маған ұнайды да, қатты құрметтеймін. Бұл жерде тек спорт қана көзқарас қой, сөзінше керек. Бірақ екі стильді алатын болсақ, масқара жекпе-жек болады. Жақсы. Ода бір мен кеше неде Қырғызстанда жарыс өткізген кезде ана жылы бірге бардық қой? 41-ге болдық қой. Сол кезде несін байқап қалдым да, жігері бар әлі, күші бар, күреске де тез, ана бала соперникті ойнатып сат. Ондай осал деп айтатындай емес, қарсылас, жақсы қарсылас болды. Таза ветеранский бой болады ғой. Бір Жуман уже бір енді қазір Сақпұрат емесің ғой, Сақпұрат емдасың кім Дидар бауырымыздың қасында. Бірақ бір бөлек өзіңнің мектебін ашатын бір уақыт келген сияқты ғой, Мен Нұрбек аға кезінде шәкірттер білгем, негізі шәкірттер. Жоқ, енді 5 жылдай. Білмеймін, енді өте қиын ғой негізі. Ол сферада жұмыс. Мен мәселе жаңағы процессті айтып отқан жоқпын, бренд айтып отқан. Мүмкін, уақыт келген секілді. Думан тайм деп. Мүмкін уақыт келген секілді. Егер онда мүмкіндіктер болады, әрине жасап көруге тырысамыз. Мәңгілікті ойлап жүрмеймін ғой, бұлай сөзінше керек. Мүмкін ертең мынандай тағы бір жекпе-жек болып, арты басқаша болса, бір Алла біледі ғой, оны сөзінше керек. Ешкімге керек болмай қаласың. Мүмкін мол шындық қой, сөзінше керек. Ондай случайлар көп болып отыр қазір. Әйтеуір айыр шыққан сайын тақым қысып әйтеуір бисмиллахи деп шығасың, сөзінше керек. Мен де ойлаймын, мен де жынды емеспін, көбісі ойлағандай. Мына бәрібір екен жек-жек қалды береді деген секілді. Бірақ өзімнің бойымда күш-қуатым бар кезде әйтеуір сол бар мүмкіндікті пайдаланып қалу ғой, сөзінше керек. Бірақ алдағы болашақта әрине Нұрбек аға, сен ана бір 5-6 интервьюіңді көрдік қой, анаңа пәтер алып бергім келеді, анау деп әңгіме айттың, сол арманыңа жақындадың ба? Жақындадым, бұйырса. Жақындадым, иншалла. Қазір бұлай ұстап жүрім кішкене қалды. Бисмилля деп бастаймын одан кейін. Нәсіп етсе. Молға? Енді мына жерде мынандай мәселе бар. Мен жалғыз емеспін, Нұрбек ағам. Менен кейін Арал деген інім бар, туған інім, 5 баласы бар, квартира тұрады, бір бөлмелі. Өзі автобуста дейді. Мен Тоқтар деген інім бар, интернетте істейді, интернет орнатады тоже. Азынан келеді, кешке бірақ келеді. Мен өзім ғана ойламаймын ғой, не сөзінше бір қара басымда. Мен оларды ойлаймын. Әйтеуір оларды үй жайлы қылсам деген сияқты. Бір үлкен үй керек дейсің ғой да? Алла бұйыртса, сол ғой ниет. Мен бұрыннан армандайтын әйтеуір бәріміз сол үлкен үйде бірге тұратын болсақ деген секілді ғой, ниет қана ғой. Әйтеуір сол жолда әрекет етіп отырмыз иншалла. Енді жүрегің ауырады, 5 баласын көрген кезде кішкентай бәрі келеді, олардың болашағын ойлайсың. Сол секілді ғой, мен
өзім үшін ғана соғыс жүрген жоқпын, бұл жерге шығып алып. Менің артымда да адамдар бар. Әрине. Иә, сүйрейтін, иншаллах, биікке көтеретін, сол мақсатта ғой жұмыс істеп жатқаным. Немесе жынды емеспін ғой мен де. Жатпай ма бір жекпе-жекті ойласып қойып там. Сол секілді ғой. Алла бұйыртса болып жатыр, жаймен келіп жатыр ғой, иншаллах, кішкене қылып. Жаман емес. Алла жеңілдетсін енді. Иә, Алла бұйыртса болады. Короче, мен Дидарға алдында айттым, енді Жуманың матчмейкері, менеджері мен болам дедім. Проценті керек емес, бірақ жекпе-жектердің кіммен төрешейін деп жатқан көрсетіңдерші ма? Дидар ұздап қоямын. Айтыңдаршы, кіммен төрешейін деп жатыр, бірінші соны біліп отырайық. Ол кісі айтады ғой әрқашан жұма үйт, жұма бүйт деп. Ана Москвадағы болған жекпе-жегің туралы сөйлесейін дегенмін. Сол кезде мен как раз Дидармен байланыста отырмын да, не болып жатыр деп сұраған кезде, білмеймін, кетіп қалды, бір мезгілде салмағың қолмай жатыр деп, анау да есім кім еді? Наби. Иә, сен Набимен төбелескен кезде негізінде бір салмаққа келістіңдер да? Иә. Нешеге? 63-ке келіскенбіз. 63 жасаған жоқ, одан кейін 65 сұрады менен. Сосын? Мен түнде уже азында таңертең салмақ өлшеуіміз керек. Анар звондады, Анарға айттым, 65 қоймаймын, 64 дедім. 64 жарайды. О 64-те істей алмады, 65-те істей алмады. 65-те істей алмады. 65-те істей алмады. Әйтеуір маған айтты, салмақ жасады, жұма дайындал деп айтты, болды. Мен бірақ одан сұраған жоқпын, видеосында сұраған. Басынан бастап 63-те кездесейік деп кім айтты? Мен негізі конференцияға барғанда мынандай нәрсе болды ғой. Наби екеуміз тартып сөйлестім Набимен. Сол кезде Наби осында жүрді, мен осында айттым. Я говорю, может, промежуточный вес сделаем деп мен сұрадым. Какой вес хочешь брать? Деді 65. Ол айтты маған, ты сколько весишь деді маған айтты. Я говорю, где-то 72, 73 дедім, а ты десем, ол да айтты примерно так деді. Тогда давай 65 сделаем деді. Болды, сол жерде екеуміз қол алысқанбыз. Вот, Аллахқа жігітше айтайын. Сосын мен уайымдамай 65-ке дедім да, Таиландқа кеттім сборға. Таиландта жүрген кезде Анар звондады маған, менеджерім. Сол Анар айтты да. Сенің менеджерің? Иә, сол Анар, иә, сол звондады да маған. Анар сол жақтағы адам ба? Иә, Россиядағы адам ғой. Сол айтты, потом айтты, типа 65 жасамайтын болды. Набидің тренері айтты. Наби айтыпты бұған, мен тренерімді ғана тыңдаймын, тренерім маған ренжіп жатыр деп, маған 63 деп айтты. Сосын я говорю, хорошо дедім, проблема жоқ. 63 жасадым, бірақ 63 жасаған жоқ. Маған қайтып 65-те жасаған жоқ. 65 тұрады ғой мен келгеннен кейін. Сосын айттым, 63-ке келісіп алды, 65-те жасаған. Жасаған да жоқ ол. Таза салмағанша болды сонда өлшенген кезде? Таза салмағын мен білмеймін ғой, айтып отырмын. Маған ешкім айтқан жоқ қой. Болды, ол вес жасады деді маған Анар менеджерім. Мен соған сене салдым да, все хорошо дедім, бойға шығып тұрдым, табақта біреу келіп тұр алдымда. Енді бойда сезіледі ғой, вес қуған адам. Мен ойлаймын, мұнда мені кішкене пайдаланып кетті деп сөзін шыны керек. Мынау бірінші рет емес, Магомед Кабардиев дәл осындай оқиға. Иә, мен мүмкін пайдаланып кетті, бірақ Аллахқа бәлім, ертең Аллах білуші, ертең бәрі шығады, шындықтың бәрі. Мен енді ақмақтық жазадым, бірақ сөзім мойындаймын, шықпай ақ қойым керек еді. Сол жекпе-жекке сөзін шыны керек. Бірақ шықтым енді ол өкінет. Жоқ енді, иә. Солай нәрсе болу керек болды. Ана көбі деген жаңа неде рекордта 0 тұрған жерде 0 тұрса, оған дейін бір қорқыныш. А бұндай жекпе-жекте түсінікті ғой, бәріміз түсініп отырық қой. Адам деген кішкене енді мен кімге Анарға жаңағы анау жауынгерге жала жапқым келмейді, бірақ дегенмен мынау уже мен білетін болсам екінші моментта Магомед Кабардиевқа дәл солай. Иә, естідім. 71-ге дейін по-любому қу келгеннен кейін салмақ 75 па 74 болып тұр. Мынау қуып тастады. Мен қумаймын, төбелессең төбелеспесең өзің. Сондай қылды ғой маған да бұл жерде. Дәл солай қылды. Сосын мен ақшамды сұрадым, төлене ма деп, бұны әлі сөйлесіп көрем деді лигамен. Енді мен кінәм жоқ қой жерде, мен алдым керек қой ақшамды. Иә. Сөйтіп маған да сөйтіп под вопросын қойып тастады, кішкене әдіс деген сияқты ғой. Төленбейді деп. Енді амал жоқ, сонша еңбек кетті, қаражат өз қаражатымен бардым Таиландқа. Ол жерде қаражат тек қана за участие беріледі да? За победу жоқ қой, ондай бонус деген да? Иә, ондай жоқ. Сөйтіп фикса да? Амал жоқ. Мені кішкене психологически сындырып жүрді походу сол кезде. Жарайды енді. Одан жаман болып жатқан жоқпыз ғой әйтеуір. Сақ протеин залында кімдер бар? Тағы да өзің сияқты, өсіп айтқан інілерің. Сақ протеинда жас балдар енді көп қой негізі айта берсем, бірақ солардың ішінде ерекшеленетіні ағайындылар бар, оны білесіз, Ерқанат Нұрғанат деген Нгану. Иә, сол екеуі бар. Одан кейін Мақсат бар, Есболатов, Алаш Прайд. Бұйырса, келесі айда чемпионскийда төбелессе де бұйырса, сол бар.
Одан кейін Қытайдан келген қазақ бауырларымыз бар. Оралман. Кеше неде чемпион болып келді, тоже біреуі неде Қытайда бір лиганың чемпион болып келді. Ол чемпион сол қазақ жігіт кезінде Перейра бар ғой, сөйлесіп жүрген UFC-де. Иә. Соны ұтып алған қазақ жігіт. Сол біздің залда сақ. Кикбоксингта ма? Жоқ, ММА-дан ұтып алды ғой. Перейраны? Иә, Перейра бар ғой, кім бразилец бар ғой, айналып шоу жасайтын, чапалақпен ұратын. Аты кім? Мишель Перейра. Соны ұтып алған қазақ бала біздің залда. Сол жігіт бар. Қай жерде ұтып алды ол? Сол Қытайда ұтып алды ғой. UFC-де ма? Жоқ, Қытайда ұтып алды. Китайский промоушн? Иә, қытайский промоушнда, UFC-ға дейін. Сол жігіт бар. 84, иә, салмағы? 84-те. Қайда төлеші олар? Қытайда ғой. Мұнда жаттығу жасап жүр? Мұнда жаттығу жасайды осында. Қазақстанға келіп жаттығу жасайды? Қазақстанға келіп жаттығу жасайды. Бұл сал енді шетелден сборға келіп отыр, Нұрбек аға біздің залға. Молодцы. Қытайда нелер бар ма? Қазақтан басқа бір төлеші жүрген бір бар ма? Қытайдың өздері келе ма? Жоқ. Төлесе ма? Қытайлар бар ғой енді төлеші жүрген ол жерде. Мықты қытайлар бар ма деген ғой? Мықты білмеймін, балаларға айтсам. Анау бір промоушн бар ғой? Такой жақсы деңгейде келе жатқан. Common Fight па? Жоқ. Басқа ма? GCK. Сол GCK-де қарасам, ол жерде де бір өзінің бір ерекшелігі бар ғой, басында төлемейді, чемпион болғаннан кейін төлейсің. Гран-при өтесің ба, сондай бір нәрсе бар. Сол гран-придің чемпиондарын көбі қазақтар екен. Сол ғой, бүкіл промоушн қазақтар еді ғой, сөзінше чемпиондар көп. Керемет. Ол жақсы нәрсе ғой. Ораз жүр ма сіздің? Ораз жүр, Ораз кеше жақында Индонезияда чемпион бой өтті тоже. 11-да бір декар біреуді ұтып алды сөзінше. Жекпе-жексіз жүрмейді. Оразда ветерандардың бірі ғой, пәленбай жетуге өтіп саған. Киноға түсейік деген саған ұсыныс келді ма, Жаман? Ұсыныс келген жоқ ондай. Бірақ мен бір клипте көрдім сіздерді. Иә, ол Маченскийдің клипінде түстім ғой. Ол Маченский бауырым жақсы араласқаннан кейін попросить етіп барып түсіп келдік, Қазыбек екеуміз. Бірақ енді киноларға ұсыныс болып отырса, әрине түсу жоспарда бар. Әрине ондай талант ашуға болады, сөзінше керек. Бір кровавый актер ретінде, промоушнның жауынгері ретінде шығару керек сияқты. Қазір байқадым ба, мына көптеген кинолар ММА-ның несінде айналасында. Кеше Асау шықты, иә? Ол бір ММА кулачка ма түсінбейсің, иә? Тағы да бір сериал жүріп жатыр ол кезде. Сериал жүріп жатыр. 61 килограмм дей ма, бір нәрсе деген. Оның алдында Октагонның бір несімен қатысуымен. Одан кейін жаңа қазір тағы да бір адай дей ма? Шығады дей ма енді? Иә, шығады деп отыр. Асау. Жоқ, Асау шығып кетті. Енді адай последняя остановка мечта ма дейін, главный актердің аты адай ма, сондай бір ода шыққан. Егер ұсыныстар болса, әрине түсеміз ондай фильмдерге. Мен ойлаймын, саған бір жақсы бір киноға түсуге болады сияқты. Әсіресе осылай очкимен, сақалмен. Бір мафияның бастығы болып дейсіз ғой, бос болып. Таиландқа жаттығуға барған кезде көп айтады, Таиландта негізінде қатты жаттығу болмайды, көбінде жаңа демалыс ретінде өтеді. Өзің қалай? Ұнады ма өзіңе? Маған ұнады. Да? Бір қыз кайф алған жерлерім сол спаррингтерден ғой. Адам көп. Адам көп, әртүрлі адам. Әртүрлі адам бар, әртүрлі мемлекеттен. Кәдімгі полный сила жасайды. Полный сила жасайды. Андай жайлап ұру деген. Жоқ, ондай жер жоқ қой, ешкім танымайды ғой. Бәрі өзін көрсеткісі келеді жерге барып. Мен бардым, барған күн екінші күні пятница болды, жұма күні сол спаррингке түстім ғой. Бірақ перчаткамен, да? Перчаткамен, иә. Футымен, да? Үлкен перчатка кигізеді, немесе мынандай шынгырт кигізеді, қалың. Отработкадан кейін уже 5 раунд 5 минуттан спарринг басталады, қырғын болып. Жақсы, опыт аласың, қатты өсесің. UFC-дің жауынгерлері көп жүр, иә? Көп жүреді сияқты. Өйткені тәжірибені сол спаррингтен алады, сөзінше керек. Одан кейін күрестен алады. Өйткені жан жақтан жауынгерлерге білмейсің, ешкім танымайсың, солармен жұмыс жасайсың, бірақ жақсы, опыт аласың қатты. Таиланд күшті. Бұрын жеңілген жауынгерлердің біреумен, біреу емес, қай-қайсымен де былай реванш деген бұрын сенде ойда болды ғой. Қазір сол бар ма ойда? Бар. Реванш желание бар ма? Қатты ма? Қатты емес, бірақ жасаған келетін бір жекпе-жектер бар. Кім? Айтыламыз ба? Бірақ енді кімді Мұхаммед Жамин айтқан кезде Вандерлейді сол неге алып келу мүмкін деді. Кулачка ма? Наматқа, иә. Бірақ енді ол осы жекпе-жектің алдында ол маған жазып жіберді ғой. Вандерлей. Иә.
Я тебе дам шанс по боксу деп, если хочешь реванша деп. Өзі прям жазып жүрді маған қарап. Я говорю, хорошо дедім, түсіндім. Сонымен кеше конференцияда өткенде Мұхамеджан өзі айтты, осыны көріп, қалай болады? Айттым, проблема жоқ. Егер алып келсеңдер төлесем деп, чистоколочкадан. Сол, одан кейін құлақ жыртылған кезде кариес болып, сонымен алғым келген кезінде, бірақ енді уақыт өтіп кетті ол уже. Ыстығы басылып кетті ол. Ол келіспей қойды. Иә, ыстығы басылып кетті ол жекпе-жек. Әлі кеткен жоқ па? Ол UFC-ге барады деп жоспарлап, уже договор қойылғы. Роуд FC ма сондай болды. А? Жеңіп қалды. Или жеңіп қалды ма? Роуд ұтып қалды ма? Онда болды. Жол болсын енді. Хамам болсын. Жоқ, қайтып келеді. Негізінде жақсы бала былай. Несі, стилі ретінде жекпе-жегі бойынша. Ұнады маған несі. Негізінде бір төрлестіру болатын. Жақсы. Ол жекпе-жекте есіме былай көз алдымда ғой әлі. Құлатасың басында. Жүгіресің, ұрасың, сонымен короче қалады. Бар күшімді салып тастадым ғой. Одан кейін екінші раундтан ол табиде бастады. Маған қатты болған соң логиктар ғой, не сөзін шыны керек, оған дайын болмадым. Прям аяғым тез жерді. Триком киген, триком кигенде обтяжка болып тұр ғой, олай тырысып қалған аяқты қысып кеткені. Құлақты байынып отқан жоқ, аяқты ойынып отыр. Енді солай болу керек болды. Қателіктер көп жұмыс істейтін. Вандерлей сені қалай жеңді? Қылқындырып тастады. Қолмен ол артқа қарай кетіп бара жатырды да. Сен ойлап жатсың да, короче, чисто қолмен төбелесейік деп та. Енді өзі айтып жатыр ғой. Бірақ салмақ үлкен ғой. Салмақ үлкен, көреміз. 66. 66, иә. Нұрбекпен белбеуге шығады ғой, білетін шығарсың да? Иә, естіп отырмын ғой. Иә. Ерсен Нұрбек. Содан кейін көреміз ғой. Алла бір көреміз. Бірақ енді былай шынымен айтқанда олармен кездесіп те қажет жоқ. Басқа алға қарай қарау керек. Жеңілгендердің бәрін жинайтын болсаң. Дұрыс айтасың. Болса болды, болмаса, конечно, дұрыс айтасың. Алға қарай жылжимыз ғой. Енді саған ана кекті алу немесе реванш ойламау керек. Бір жақсы енді жеңіл деп айтпай ақ қояйын, негізі сенде жеңіл жекпе-жек по-любому болмайды. Медийный бой деп айтайықшы. Иә, сол ғой енді. Маған сол керек енді. Жасың 34-ге келді енді. Иә, маған сондай нәрсе керек қой. Медийный бойлар алып келуге болады, жасауға. Достар, Жұман қасымызда. Жұман кешегі жекпе-жегінен мен шынымен айтсам, Жұман, сен не үшін көргім келді? Не үшін енді интервью деп жоспарладық. Мәселе жаңа сенің соңғы мен анау біреудің промоушнда тағы да басқа мәселе ода емес. Мәселе өзіңді жақын кәдімгі бауыр ретінде көретін болғасын, кешегі жекпе-жегіңді көріп енді бір жағынан жеңгеніңді қуандым да, бір жағынан енді түріңді көріп кішкене бетіп қалдық та, енді ода бір осы кәсіптің, осы ненің индустрияның бір бөлігі ғой осы драма. Солай болу керек шығар енді. Қанша жүрегіміз ауырса да, қанша жаңағы былай ойлансақ та ол болатын нәрсе. Саған сәттілік, бауырым, менен көрімдік ретінде айттым, жаңа бір айға қалса. Аман есе, жазылып кет, көрермендерге айтқым келетін, Жұман қасымызда отыр, бәрі жақсы, кеше сен машина айдап жүргенсің, мен былай қарадым да. Типа нормально ма, нормально ма, сен қазір көріп отырмын, бәрі шүкір. Аман есе, мама анаңа сәлем айт, үйдегі келінге сәлем айт, аман бол, келесі құдай қаласа Маңғыстаудан кездесеміз. Ал енді алдыңғы жекпе-жегің туралы мен Мұхамеджанға да, Дидарға да айтып қоямын. Короче, біз сіз шешім шығармас. Болды. Жауынгерлерді өзіміз қарай құрып, зат бәрін жас балдардың бәрін тығып кішкене жасын бірдей біреулерді қараңдаршы, жігіттер жасы бірдей шамалас келетін. Жас балдар атты жас балдар ғой. Солай бауырым, сәттілік саған. Рахмет. Рахмет сіздерге көп. Біздермен болғандарыңызға. Жұманда қазір өзі сөзін айтар, мен өзім тарапынан сіздерге көп рахмет. Лайк, комментарий басыңыздар. Бұл жай ғана просто Жұман екеуміздің арамызда бір керемет әңгіме мен үшін. Сол үшін сіздерге көрсетейін деп. Жұман, өзің жанкүйерлеріңе рахмет барлықтарыңызға. Көріп жатырмын, естіп жатырмын. Біреу қолдайды, біреу қолдамайды. Бірақ енді алға қойған мақсатым бар. Арманым бар. Енді әр айтқан адамға, әр өрген итке тоқтай беретін болсам, мен енді қалмайды. Мен өзімнің арманыма жетуді тоқтатпаймын. Сол тұрғыда еңбек етемін. Уақыты келеді, Жұман барлығын қояды. Ал құрмет көрсетіп, ағам ретінде әрқашан мен майындап жүретін Нұрбек аға, сізге рахмет үлкен. Кез келген жерде айтып жүрем, сөзін шыны керек. Сізде алтын адамдар көп болсын, қазақ ММА-сын аспанға көтеріп атқан, қазақ жауынгерлерге мүмкіндік беріп атқан
Алла разы болсын көп. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. ММАден кеткенге де сен алысқа кетпейсің ғой. Иә, осы сферада жүремін ғой. Иә, осы жерде жаңағы басқа қайда кетемін. жағымда Эльдар бар, мын жағында сен. Бұйырса болды. Жақсы, баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум.